Ассалаумағалейкум. Адамның құндылығы оның ішіндегі жарықпен өлшенеді дейтін ағайын. Ертеде сұхбат айтып отырған әулиеге бір адам жақын келіп, әулиенің бетіне түкіріп жібереді. Сол мезет шәкірттерінің бірі орнынан атып тұрып: «Ұстазым, маған рұқсат беріңіз. Мен оның жанын көзіне көрсетейін» дейді. Сонда әулие сабыр етті. Онсыз да оның қанталаған көзінде жаны көрініп тұр. Бұл адам мына қатыгез өмірде көп қиыншылық көріп, тауқымет тартқан екен. Сол азабының ақысын менен алғаны ғой шарасыздықтан. Қазір сен оны таяқтасаң, өзің де сол қатыгез адамдардың қатарына қосыласың. Деп өзіне түкірген кісіге: «Үйіңе барып жатып демала ғой. Бұл болған ақиғаны есіңе де алма. Менің үстіме түкірдім деп өкінбе. Бұл дене топырақтан жасалған және қайта топыраққа айналады. Түкірмек түгілі үстінен адамдар табандарымен таптап жүретін болады» дейді. Әлгі адам жылап үйіне кетіп қалады да, келесі күні қайта оралып, әулиенің аяғын құшақтай кешірім сұрап тәубеге келіпті, дейді бұл ғибратты әңгіме. Яғни ағайын, мына қатыгез өмірде жұмсақ жүректі болу қорқақтық емес, батырлық. Ата, дастархан жаюға рұқсат па? Рұқсат Алладан. Әумин.